Ақсай қаласының номері 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Лесова Аяулы. Жұмыстың тақырыбы педагог психолог болашақ мамандығы. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және де қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін қызметтің бір түрі. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне қарап сүйенеді. Менің де әр күнімде болашағымды ойлайтын сәттер туады. Менің де психолог болу арманымның бірі болып, түпкілікті мақсатымның тізіміне ене бастады. Психолог маманы несімен қызықты? Психолог өзін терең түсіне жүріп, өзгенің жан дүниесін түсінуге, зерттеуге ұмтылатын зерттеуші. Психолог дәрігер емес, ол жанның емшісі. Мен де адам жанның емшісі болғым келіп, психолог мамандығын таңдадым. Жұмыстың мақсаты психологиялық педагогикалық зерттеу негізінде әр балаға жеке тұлға болып қалыптасуы мен дамуына жағдай жасау. Баланың бас ерекшелігіне сәйкес тұлғалық және интеллектуалдық дамуын, өзін-өзі дамыту қабілеттерін қалыптастыруына ықпал ету. Ата-ана мен бала арасында жағымды қарым-қатынас орнату және психологиялық қолдау көрсету. Педагогтар арасында қарым-қатынасты дамыта отырып, жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру. Нәтиже мектепте психологиялық кеңес беруге тиімді әдістер ұйымдастырылады. Баланың бас ерекшелігіне байланысты даму сатысында тұлғалық даму қамтамасыз етіледі. Ата-аналар мен психологиялық қызметті тиімді ұйымдастыру және психологиялық қолдау нәтижесінде ата-ананың мектептен байланысы арта түседі. Ұжымдағы психологиялық қиын жоғарылап, кәсіби өсу артады. Мұғалім мен оқушы арасындағы түсінбестік бұның шешімін психолог табады. Оқушы мен оқушы арасындағы кикілжің. Оқушылар сенім жәшігіне хат жазады. Бұл хатты қадағалайтын психолог. Бұл мәселені психолог маман шешеді. Ата-ана мен бала арасындағы түсініспеушіліктер болып тұрады. Бұның шешімін табу үшін ата-ана психолог маманына жүгінеді. Бұл жауаптың шешімін психолог маман табады. Қорытындылай келе, бала біздің болашағымыз. Болашақта есіктен шыққан балаға да психолог көмегі қажет екені, баланы отбасында тәрбиелеуде жеке тұлғалық кеңістік қажет етеді. Ал психолог маман бұл тұрғыда жас өспірімнің жеке өсуіне, оның көкірегін дараққа айналуына септігін тигізер бақпан іспеттес. Тағы бір еске ұстайтын жай, бала тәрбиесіндегі психолог маманның орны. Мен жан-танушы маман ретінде толық адамға айналған тұлғаға жол көрсетер жан боларыма қуанамын. Мамандығым мақсатым, мақтанышым және болашағым болсын деген келеді. Ұсынысым психологиялық көмек көрсетудің тиімді әдістерін ұйымдастыру, мұғалімдер адамға оқушылар арасында. Отбасы мен балаға қарым-қатынасын психологиялық тұрғыдан дұрыс қалыптастыру. Үшінші, мектеп оқушыларының тұлғалық дамуындағы ауытқушылықтардың алдын алу және түзету бағытында ата-аналармен психоағарту жұмыстарын жүргізу. Назарларыңызға рахмет. Тренинг сабақты өткізетін мен мектеп психологы Артем Санатқызы және болашақ психолог Лесова Аяулы 10-шы А сынып оқушысы. Семинар тренингіміздің тақырыбы жақсы көңіл-күй жан азығы деп аталады. Бұл семинар тренингтің мақсаты топта жағымды эмоционалды жағдай құру, топты біріктіру, бір күнгі танысына 40 күн сәлем дегенде ең бірінші тренингімізді амандасудан бастайды. Барлығымыз отыр айтуға ішінде. Тренингтің мақсаты топты біріктіруге, көңіл-күйді көтеруге және ұйымшылдыққа тәрбиелейміз. Жақсы, тренинг ұнады ма? Қандай көңіл-күйде болыңдар? Психолог ма жасау? Жоқ. Сіздің ойларыңыздағы доктор көңіл-күй дегеніңіз не? Қай оқиға болған кезде адамның денесі түрі қандай болғанда, мысалы ол қайғы кезде де болып жатса, оның терапевті өте нашар болады. Ал егер қуанышты сәтте болса, оның бетін шапқырап тұрып көмектесіп Көңіл-күй адамның психикалық процестерге, барлық қызметіне соның ішінде оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоциялық жағдай. Көңіл-күйіне қарап адамдарды шат, жайлы, көңілді, жылы жүзі тағы да басқа бір алға жүруге болады. Көңіл-күйіңіз қандай?
мына деген мына суретте мына пішіндерге қарай отырып, пішіндерді емес, ішіндегі түрлі түсті көңіл күйге көңілімізді аударамыз да, ішінен түрлі түсті көңіл күйлерді таңдайықшы, қандай түсті таңдаймыз? Ашық қызыл. Иә, тағы да. Енді қарай. Қызыл таңдағанда қуанышты көңіл күйде отырған міне біздің оқушыларымыз. Келесі, сары түс таңдағандарымыз мінекей. Сіздер жағымды көңіл күй. Енді оқушылар мақал сөздерін ретімен орналастырып көрейік. Бірінші сөздер гүл, ашылған, күлкі, шашылған, нұр көңіл. Қандай мақал шығады? Күлкі ашылған күн, нұр көңіл шашылған күн. Дұрыс. Келесі. Иә, келесі таңдағандар. Жақсы адам ерген орасында жаман жүрмесін. Дұрыс. Өте жақсы. Да, келесі. Алайса. Жақсы сөз жарым аз. Жақсы. Келесі. Жақсы көңіл күй жарым ішті. Келесі жаттығуымыз менің көңіл күйім деп аталады. Бұл жаттығудың мақсаты көңіл күйді игеруге, және өз көңіл күйімізді басқаруға, және қадағалап, өз көңілімізді бағалай білуге үйрету. Қазір біз сіздерге осы парақшаға өзіміздің қазіргі уақыттағы көңіл күйімізді бейнелейікші. Өзіміздің қазіргі уақыттағы көңіл күйімізді бейнелейміз. Енді оқушылар көңіл күйлерімізді қалай белгілейміз? Бүгінгі тренингтің тақырыбы көңіл күй болғанда өзімнің көңіл күйім мысалы. Мен көңіл күйім күнде жақсы көңіл күй болады. Жақсы. Тағы, сендерге бар ма айтқандар? Айта алайын. Мен осы тақырыптың өте болатын өз көңіл күйімді салдым. Менің көңіл күйім өте жақсы көтереді. Тренингіміздің тақырыбы креатив. Оның мақсаты оқушылардың қарым-қатынаста өзара іс-әрекет арқылы оңтайландыру, топ ішінде жағымды эмоция қалыптастыру. Барысы барлық оқушылар ортаға шығады. Келіңіздер, ортаға Өзімізге ұнаған істерді таңдаймыз. Енді осы тақтап жасалған қағазда бір бейне құрастырып шығайық. Екен жиналады, жатылып сүйген ол күндер қиялады, ал менің сүйген аруым қызыл раушан, жүрегім әсем раушан. Жақсы, рахмет. Өздерің тастаған гүлдеріне байланысты қызыл раушан. Осы топта жаңағы креатив тренингімде қиындықтар болды ма? Жоқ. Болған жоқ па қиындықтар? Ақылдастық. Сол үшін біз раушан күлді істедік. Жақсы, ақылы. Келесі сендерше. Сендер топтада қандай не болды? Көбінесе түске қарата жасадық. Бізде қызыл түс ол гүлмен ассоциация. Иә. Сонымен бүгінгі біздің жақсы көңіл күй жан азығы семинар тренингімізді қорытындылай келе біз деген күлімдеу адамға қуаныш сыйлай білу, өзінің де олардың да денсаулығын ұзартып, денсаулығын жақсартады. Бар адамдармен күліп амандасу, үнемі көңіл күйде жүру, бұл айналаға қуаныш сыйлау, бұл асыл қасиетіміз біздің бойымыздағы. Енді бүгінгі тренингімізді қорытындылай келіп, барлығымыз өз ойымызды бүгінгі тренинг бойынша сіздерге қандай жағымды жақтар болды, қандай тренингтер ұнады? Бүгінгі тренингтің ең соңғы топтық жұмыс ұнады. Ертең біз достарымызбен жиналып, бірге топтық жұмыс жасаймыз. Жақсы. Біз бүгінгі тренингте топтасып жұмыс жасауды үйрендік.